Совет әдебиетінің классигі Алексей Толстой шараның би өнеріне сүйсініп былай деп жазған еді. Бұл би ақырын, баяу қимылдайтын шығыс биіне тіптен де ұқсамайды. Шараның алаулаған жалындай желбіреген сары жібек көйлегі алаң асын үйірілте оратылған, немесе қайта серпіп таратылған білектей қос қара бұрымы, нәзік қолдың мың бұралған бұйра толқын қимылдары бірде бақыт, бірде шаттық, бірде қуаныш, бірде именшектік сезім білдіріп тұр. Хореография өнерінің майталман шеберлері билеп жүрген шара қимылының әсемділігі мен ырғақтылығына, ұлттық ерекшелігіне және жеңіл де еркін орындауына таңданып қайран қалысқан еді. Шараның бүкіл денесі билейді. Оның бас, қол, иықтары биге түгелімен қатысып, сүйріктей саусақтармен бірге әрбір буыны толассыз нәзік қимылдауына. Шара өзінің асқан шеберлігі, дарындылығы арқасында би өнерінде талай-талай жаңалық жасап, билеу әдістерінің сан алуан жаңа, соны түрлерін халқымызға тарту етті. Қазақтың профессионал бишісі шараның бишілік өнері құлашын кең жайып, творчестволық өрлеу, шарықтау кезеңіне сүрінбей